Оқушылар, міне сіздермен қазір біз бірінші практикалық тапсырмаға көшеміз. Яғни бізде n секунд уақыт берілген секундты сағатпен, минутпен және секундпен өрнектейтін программаны құрастыр дейді. Мысалға қараңыздар, 16896 секунд берілсе, ол бізде 4 сағат 41 минут 36 секунд екен. Яғни 1 секунд берілсе, ол, конечно, 0 сағат 0 минут 1 секунд. Енді қараңыздар, бұл есептің логикасы сіздерде Инстаграмда не бар? Туған күніңізге дейін осынша уақыт бар деген бар, дұрыс па? Сол жерде айтылады, 3 күн, туған күніңізге дейін 3 күн, 2 сағат, 1 пәленше минут, пәленше секунд деп тұрады. Яғни уақыт өткен сайын сол кішірейіп, 3 сағат туған күні жақындаған сайын кішірей береді. Тура осы есептің логикасы да сондай, яғни осынша секундтың ішінде қанша сағат, точно количество сағат бар, точно количество минут бар, точно количество секунд бар екенін есептейтін программа. Енді бұны есептеу үшін бізге негізі яғни бүтін бөлігін алатын 2 слэшпен, одан кейін бізге қалдығын алатын процент амалы көмектеседі. Коды бізге негізі беріліп қойған, бірақ біз ол кодқа қарамай өзіміз шығарып көрейік. Так, мысалға бізде n берілген, n тең int input. Не үшін int? Бұл себебі нақты сан емес, бүтін сан. Енді бізде болсын, мысалға сағат болсын. Сағат тең болсын n, сағат тең болсын n процент 3600 болсын. Бүтін бөлік болады 3600. Қалғаны болады сағаттың остаткысы. Яғни қалған сағатта алып қойғаннан кейін n-нің мәні бізге тең болу керек n процент 3600. Енді бізде минут тең болады n 2 бөлінген 60-қа, n қайтадан тең болады n процент 60-қа. Одан кейін қалғаны n-ді сол жерде жаза саламыз. Мысалға осы жерде сағат, минут, одан кейін n-нің өзі ол секунд бола салады. Араларын алдында өткен сеппен тең болсын, бір айнымалын бөлік. Мысалға бұлайынан, осылайынан жазыласасын. Тексер көрейік, бұл бірінші тапсырма. Так, бізде бірінші тапсырма, яғни есепте берілген бізде 16896-ны тексеріп көрейік. 16896. 16896 тексеріп көрсек, бізде 4 сағат 41 минут 36 секунд шықты. Есептегі жауаппен салыстырамыз, жауабы сәйкес келді. Ал енді екінші практикалық жұмыс қараңыздар. Құрылысқа әр күні 3 жүк көлігі келеді. 3 жүк көлігі топырақ тасиды екен. Жүк көліктерінің сыйымдылығы 1 тонналар, яғни сәйкесінше А жүк көлігі 8,5 тонна көтерген, Б жүк көлігі 8,25, С көлігі 7,25. Яғни бұл жерде барлық деректердің типтері байқағандарыңыздай float болады. Яғни егер жүк көліктері бір күнде n рет деген ол қанша рет екен белгісіз, оны қолдан береді екенбіз. Қатынайтын болса, онда олар П күнде, осыншада күнде құрылысқа неше тонна топырақ тасиды екен. Яғни, онда бітеміз. Біз осы жерде, яғни n күнмен, n ретпен, яғни П ретті, біз оны бірінші беріп аламыз. n тең болады int input, яғни бұл күніне қанша рейс дейік, мысалы, тең болады. Так, P тең болады int input. Input қанша күндегі информация бізге керек. Енді бізде A мен B, S беріліп қойған. A тең 8,5, B тең 8,25, S тең 7,25. A тең 8,5, B тең 8,25, ал S тең 7,25. Яғни, енді бізге есептеп алу керек. Яғни, бізде не сұрап жатыр? Егер жүк көліктері бір күнде n рет таситын, яғни пәленше рейста осынша жасайтын болса, ал
осыншама күнде қанша рейс жасайды, қанша тонна жасайды, және бір күнде орташа есеппен бір КАМАЗ қанша топырақ түсіретінін есептейтін бағдарлама. Яғни бізде бір күндегі арифметикалық ортамен осынша пәленше күндегі тоннаның саны, яғни бұл жерде қызықтырып тұр. Яғни соны шығарып көрейік. Так, жалпы сомасы бізде болады А плюс Б плюс С, яғни бұл бір күнде бір рейстегі, яғни А, Б, С жүк көліктерінің таситын тонна, яғни топырақтың саны. Енді бізге керегі, енді П қанша болады, енді қанша күнге? П көбейту, N көбейту. S болады, ал орта болса тең болады S бөлінген 3. Сонда біз принтқа тек қана S1 мен принтқа ортаны береміз. Тексеріп көрейік. N бізде, так, мынаны жаба саламыз. Яғни есепте бізде N-ге 4-ті берген, 5-ті неге берген? Сол кезде бізде 480 тонна тасу керек, ал орта есеппен 32 шығу керек. Тексеріп көреміз. 4 болсын, ал 5 болсын, сонда 480-де 8 шықты. Ал бұл жерде орта есеппен жалпы бір күндегі орта есепті сұрап жатыр екен, сол себепті мына жерде біз S-ті емес, яғни мына жерге орта болады S көбейту N, яғни рейс саны мен олардың орта есебі қанша болатынын есептеп бере саламыз. Сонда бізде есеп точно шығады. Яғни 4-те 5, сол кезде 480-де 32 шығады. Назарларыңызға рахмет. Қазір біз тапсырмаларға көшеміз.